кеш жарық жұлдыз досбергенқызы, біз қайттан қауышып отырмыз. Өткенде біраз зат айтылмай қалды. Енді рахмет уақыт тауып келгеніңізге Ақтөбеге тағы да. Бізді осы подкаст жасап жатқан жігіттерді жаңағы жас демей, жаңа жоба демей, енді Ақтөбеге қош келіпсіз. Және бүгінгі сапарыңыздың мақсаты күні бойы АЭС туралы жиындар болып жатыр. Сол туралы бастасаңыз. Өзіңізге белгілі 6 қазан күні Қазақстан халқы референдум өткізеді. Мемлекет басшысы осындай экономикамыз үшін, энергетика сала үшін маңызды шешімді халықтың өзі қабылдасын деп референдум ұсынған болатын. Енді өзіңізге белгілі, бізде қазір халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келеді. Әркім әрқалай айтуы мүмкін, бірақ біз бұған дейін референдум алдағы өткен 30 жылдықта 2 рет болған. Ал біздің қазіргі мынау екінші жаңа Қазақстан идеологемасында бұл екінші референдум, және бұл саясатқа қатысы жоқ, кәдімгі экономика, экология, энергетикалық тәуелсіздікке байланысты референдум өтейін деп жатыр. Соған байланысты біз халықтық штабтың құрамында келіп, халықтың арасында үгіт насихат жұмысын жүргізіп жатырмыз. Үгіт насихат деп те айтуға келмейді, бірақ біз өзіміздің осы АЭС туралы білгенімізді, ол шынайы қаншалықты қажет, халықтың да сұрағы бар, қазір халықтың көзі ашық, олардың да сын тұрғысындағы сұрағына жауап беріп, жалпы ортақ пікірде болу. Енді мен өзім физик емеспін, атом немесе ядерщик емеспін, бірақ тарих пәнінің мұғалімі ретінде, жалпы Қазақстан азаматы ретінде, көзіміз ашық азамат ретінде бүгінгі таңда Қазақстанға АЭС-тің қажет екендігін менің көзім жетті, көп зерделедім. Әлемнің алпауыт мемлекеттері, мысалы Америка құрама штаттарында қазір 94 АЭС жұмыс жасап тұр. Бізге жақын Қытайда 56, ал Францияда да 56 АЭС жұмыс жасап тұр. Егер сондай зияны болса, сондай қауіпті болса, экологияға соншама жаңағыдай зиян келтіретін болса, онда бұл мемлекеттерде неге АЭС жұмыс жасап тұр? Мен көп өзімнің оқушыларымда, мен енді физмат мектебін басқардым, олармен де хабарласып отырмын. Барлығының айтқаны, шүбәсіз бізге АЭС керек. Соттан бүгінгі біздің кездесуіміз, бүгінгі біздің талқылауымыз 6 қазанда өтетін референдум. Ол референдумда қабылданатын шешім. Мен жалпы халықтың белсенділігіне сенем, өйткені халық бұған дейін әкімді сайлады, яғни саяси процестерге қатысу қазіргі таңда кезең-кезеңмен өзінің үлесін артып келеді, өзіміз біліп жатырмыз. Соңғы жылдары белсенді. Мысалы, менің өзімнің әке-шешем тұратын ауылда әкім сайланды. Олар өздері сайлады. Қаншама Ақтөбе облысында су басқан кезде мен өңірді араладым, шалғай ауылдарға бардым, біраз әкімдер сайланған. Яғни бүгінгі таңдағы қабылданатын саяси шешімдерге халық өзінің қатысуын, өзінің үнін қатуды үйренді. Сондықтан 6 қазанда кәдімгідей референдумға келетініне мен сенімдімін. Халықтың біраз басым көпшілігі бүгінгі қойған сұрақтарында экологиялық мәселеге қатысты, қауіпсіздігіне байланысты, ол қалай атылып кете ма, жарылып кете ма деп сұрақ қойып жатыр. Біздің қасымызда ядерлік физика ғылым институтының мамандары болды, ғалымдар, академиктер болды. Бүгінгі таңда бізде 3-ші деңгейлі ядерлік электростанция салудың, атом электростанциясының жаңа технологияларын жүзеге асырылатыны, оны МАГАТЭ-нің өзі бақылайтындығы туралы мәселелер айтылып жатыр. Кадрлық потенциал туралы сұрап жатыр. Бүгінгі таңда 4 ғылыми зерттеу және университеттер бар, кадр дайындайтын. Дәл осындай, мысалы, Египет немесе Түркияда салып жатыр ғой, оларда бұндай университеттер жоқ. Яғни біз кадрлық потенциал тұрғысынан болсын, экология тұрғысынан болсын, қауіпсіздік тұрғысынан болсын, айтылған, қойылған сұрақтарға өз жауабымызды бердік. Жеке өз басым 6 қазанда барлық қазақстандықтарды референдумға келуге, конституциялық құқығын пайдалануға және біздің еліміздің технологиялық болашағы үшін, энергетикалық тәуелсіздігі үшін дауыс беруге шақырамын. Ойыңызды, позицияңызды түсіндім, естідік. Енді бүгінгі ақпараттық ленталардың алғашқы жолдарын сіздің мәлімдемеңіз бермей тұр. Орыс тілді ақпарат құралдарда сіздің жаңағы әлеуметтік желіні бұғаттауға қатысты бір постыңыздан ақпарат шығарып жатыр. Соны кішкене ара-жігін ажыратып жібересіз бе? Мен бүгін уақытым болмады жауап беруге, өйткені біз таңертеңнен өзіңіз көрдіңіз, мынау кешкі сағат
9, мен сізде 9-ға уақыт тауып келіп тұрмын. Оған дейін халықтың бел ортасында жүрдік. Я, мен кеше емес алдыңғы күні өзім пост жарияладым. Пост жариялауға біздің елімізде 2 аптада бірнеше жаңағыдай жылдамдықпен балалардың суициді негіз болды. Және көптеген ашық ақпарат құралдарында ол суицидке итермелеген әлеуметтік желі, мессенджерлардағы сондай ойындар екендігін мен көзім шалды. Сондықтан менің негізгі постымдағы талабым бұл психологиялық қызмет. Қазіргі таңда мектепте психологиялық қызмет бар. Олар баланың мінез құлқын айқындайтын өзінің жұмысына алгоритмдер енгізу керек деп талап қойдым басында. Және екінші талап, әрине, ашық ақпарат көздерінде айтылып жатқандай мессенджерлар мен әлеуметтік желілер осындай балалардың разрушительный контент дейді ғой, яғни мінез құлқына, әлеуметтік жаңағыдай эмоционалды мінезіне кері әсер ететін контентті таба білсе, оларда самогигиена деген өздерінің функциялары бар. Сол функцияны қосып бірден жойып жіберетін, ол ойындар басталған кезде бірден ішкі істер министрлігіне хабарлайтындай өздері балалар контентіне қадағалауды күшейтсін деп айттым. Екінші мәселе, егер олар өздері күшейтуге жаңағыдай қолдарынан келмей жатса, онда мемлекет болып, қоғам болып біз осыны талап етейік. Осындай балаларға кері әсер ететін мессенджерларды, әлеуметтік желілерді бұғаттау. Бұл жерде мен өзім әлеуметтік желінің белсенді қолданушылардың бірімін. Мені халық таныса, бұл әлеуметтік желілердегі белсенділігім арқылы танып отыр. Сондықтан мен өзім әлеуметтік желіні бұғаттауға өзім қарсымын. Өйткені әлеуметтік желі арқылы біз ой, пікір плюрализмін көріп отырмыз, оны насихаттаушымыз. Жалпы әлемде онлайн демократия деген ұғым бар. Онлайн демократия Қазақстанға осы әлеуметтік желілер арқылы келгендігін сіз де, біз де білеміз, ол бүгінгі күннің шындығы. Сондықтан мен нақты өзімнің позициям айқын. Менде постым қазақ тілінде анық жарияланып тұр. Маған да ол жерде орыс тілді оқырмандар жазды, мен оған енді түнгі сағат 1-де жауап бердім. Уақыт тауып жатсам, әрине жауап берем. Менің позициям баланың қауіпсіздігі. Баланың қауіпсіздігіне байланысты қандай да бір риск болса, онда біз приоритетті түрде оны шешуіміз қажет. Маймөңкелеп отыратын уақытымыз жоқ. Біз баланы өзіміз өсіп келе жатқан, бұғана қатпаған, санасы қатпаған баланың сондай қатыгез ойындардың құрбаны болып кетуіне әрине бәріміз қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. Негізгі мәні осы. Оны астарынан саяси астар іздеп, оны бұрмалап жатқан нелерді білем, ақпарат құралдарын. Бірақ кім нені көргісі келеді, соны көреді, шын айту керек. Әйтпесе тайға таңба басқандай қазақ тілінде бәрі тұр. Сосын масс-медиа туралы заң қабылданды. Масс-медиа туралы заңдағы бүгінгі таңдағы басылымдардың медиа этикаға байланысты нормаларын біз сізбен өткен жолда талқылағанбыз. Сондықтан да менің ойымша жалпы масс-медиа өкілдері заңды бір қарап шығып, ақпаратты дұрыс, шынайы ақпарат таратудың негізгі өздерінің міндеті екендігін қайттан естеріне салу керек деп ойлаймын. Жарайды, түсінікті. Сіз менің жеке ойым бір өртеніп тұрған тақырыптарды басыптыңыз, аяз тақырыбы, жаңағы суицид тақырыбы. Бұл енді бірнеше ай бойы сізге бір лентадан түспеуіңізге бір осы түрткі болады деп ойлаймын. Ақтөбеге жиі келесіз. Өткенде шет жағасын сұрадым. Біздің Ақтөбеге қатысты шалғай ауылдарға, әріптестеріңіз бара бермейтін, әкімдер бара бермейтін ауылдарға өткен жаз бойы аралап шықтыңыз. Ақтөбенің картинасын айтып бересіз бір қысқаша? Ақтөбеде не жетпейді, не сұрайды халық? Енді Ақтөбеде жалпы 30 жылда қордаланған проблемалар бар. Ол проблемаларды бөліп жіктеуге болады. Ол әлеуметтік проблемалар, ол адам өмірінің сапасына арналған су, ауыз су, жол проблемалары, ол білім мәселелері, білім инфрақұрылымы, осылай жіктей беруге болады. Бірақ ол мысалы бүгінгі биліктің немесе соңғы 5 жылдағы биліктің проблемасы емес, ол 30 жыл бойы қордаланған проблемалардың бүгінгі таңдағы салдары ғана. Біз соны нақты айтуымыз қажет. Мен өзім Ақтөбе облысының тумасы болғандықтан 7 шақырылымға сайланған кезде мен Алматы қаласынан праймеризбен сайландым. Ол кезде мен Алматы қаласына сайланған депутат ретінде сол жаққа еңбек еттім. 8 шақырымда мен партиялық тізіммен сайланғаннан кейін таңдау түскен кезде әрине туып өскен жеріміз болғандықтан осыған да еңбегіміз сіңсін деп
Ақтөбе облысының өңірін таңдағаным рас. Біз оқыған кезде, мысалы, мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бершүгір станциясының қазақ орыс орта мектебін тәмамдадым. Мен 2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетке бірден оқуды бітіре салып университетке түстім. Сол жерде мен Алматыдағы ең үздік бітірген мектеп оқушыларымен тең жүрдім. Былай қарайтын болсақ, біз Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Бершүгір станциясы, яғни шынай айтқанда ауылдық жағдайдағы мектепті бітірдік. 91 жылы мектепке барып, 2000 жылы мектеп бітірдік. 93 пен 98 жылы елімізде үлкен кризис болды. Ол кризис біздің отбасымызда да болды. Ата-анамыз айлық алмаған кезең. Сол кезеңдерде неше түрлі індет тарағаны, халықтың жағдайының күрт нашарлағаны, ол ауылдан басталады ғой, былай қарайсыз. Соның барлығын біз өткердік. Бірақ соған қарамастан біздің біліміміз жақсы болды. Біз Алматы қаласындағы Мен деген мектептің түлектерімен иығымыз тең түсіп, пікірсайысқа да қатыстық, үздік барлық студенттік конкурстарға қатыстық. Алматы қаласы сол кезеңде бізге не берді, соның бәрін біз өзіміз көріп, біліп, ұстап, тұтынып, ол жерде біздің адами потенциалымыз кәдімгі дамыды. Сондықтан мен сол кезде, мысалы, біздің ауыл мектебінің баласы именбей Казгуге өзі оқуға түсіп, Алматының мықты деген мектептің оқушыларымен тең түсетін жағдайда болды. Ал соңғы 2018 жылдағы пизаның көрсеткіші нені көрсетті? Павлодар қаласының ауыл мектебінен Ақтөбе облысының қала мектептерінің білім сапасы 3 есеге төмендегенін көрсетті. Бұл менің ойымша сондай парадокс. Ақтөбе ол бұрыннан интеллектуалды өңір болды. Ақтөбе облысының алғашқы халықаралық олимпиада жеңімпаздарының барлығы ауылда, қала мектептер, бізде ондай айырмашылықта болған жоқ. Сондықтан да мен сол потенциалды біз қалай тез арада жоғалтып алдық, маған сол бір парадокс, сол түсініксіз. Әрі сізге жұмыс ары қарай жоспар жасауға, жұмыс істеуге. Адами капитал тұрғысынан маған сол бір мықты, өзімді қатты ойландырады. Мен бұған дейінгі әкімге де осыны қатты айтқам. Бізде өндірістік өңір, біздің облысымызда құдайға шүкір табиғи байлық та бар. Біздің 14 па 12 ауданның халқы да өзі әртүрлі, билікке қол жайып отырған аз, былай қарағанда тырмысып өздері бір нәрсе жасауға дайын. Бірақ бұның ең негізінде интеллектуалды потенциал болған. Мен сол интеллектуалды потенциалды жоғалтып алмасақ екен деп менің ойым сол. Биыл мен 7 ауданды араладым, осы жазда 10 күнде, оның ішінде Ырғыз ауданында болдым. Мен бұған дейін де подкасттарда бұл мәселені айтқам. Бұл жолғы фокусым жалпы ауылдағы әйел мәселесі болды, шын айту керек. Өйткені біз қазір әйелдің құқығы туралы мемлекет басшысы үлкен мүмкіндіктер ашып жатыр. Мен оның бір науқанға айналып кетпей, белгілі бір үстірт нәрсе болмай, шын ауылдағы әйелдің жағдайы қандай екен, жалпы ауылдағы әйелге не қажет деген фокуспен мен ел аралап көрдім. Ауылдағы, шалғай ауылдағы әйелдің жағдайы мүшкіл. Суды тасиды, тасыған суын жылытады, отын жағады, үйінде жұмыс жасамайтын отағасы болса, соның бәрін жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, бүкіл баласының айыз-пысына өмір сүріп, әйтеуір күйбең тірліктің бәрі ауылдағы әйелдің мойнында. Сондықтан да кеше су кеткен жерде де әйелдің мен шын андай проблемасын, соның бәрін көрдім. Мені қазір үлкен бір ойландыратыны бұл бірінші жол мәселесі. Жол мәселесі болғанда мынау Қарабұтақ Ырғызға баратын жолды біз өзіміз көрдік, көрсеттік. Оны Скляр да өзі өзінің несіне алды, бақылауына алды. Одан кейін Қандыағаш Шалқар жолы. Мысалы, біз енді тек қана Ақтөбе облысында емес қой, біз басқа өңірлерге де барамыз ғой. Оңтүстіктің жолдары сайрап жатыр, шын айту керек, Ал бірақ сондықтан да республикалық сол жолдарды жөндеу керек деп ойлаймыз, өйткені бұл біз Ресеймен қарым-қатынас, логистика, ана жол Қарабұтақтың жолымен бір сағатта қаншама КамАЗдар, жеңіл машиналарды алып өтіп, былай қарағанда қатынап жатыр. Яғни бұл жерде бұл үлкен транзиттік потенциалы бар күре жолдар, сондықтан да оны жөндеу қажет деп ойлаймын. Одан кейінгі инфрақұрылым мәселесі бізде Ақтөбе облысында шағын жинақты мектептер бар, яғни шағын 60 баладан оқитын. Бір шетінен әрине ол мектеп болса, онда ол ауылдың жағдайы бар деген сөз ғой. Бірақ дегенмен бізде қазіргі таңда
мынау күрделі жөндеуді қажет ететін мектептердің де басым көпшілігі Ақтөбеде бар екендігі ол да жасырын емес. Сондықтан да ол мәселені де қолға алу қажет деп ойлаймын. Мен енді жазда жайлы мектептердің біразын аралап көрдім. Сапасы жағынан өзіме салынып жатқан мердігерлер, құрылысы ұнады. Егер жайлы мектептер қосылып жатса, сосын мемлекет басшысы айтқандай жайлы мектептердің өзінің басқаратын арнайы управляющий компаниясы болатын болса, олардың білім деңгейі біздегі озық білімнен жаңағыдай жүзеге асырылатын болса, онда Ақтөбе енді сол білім саласын жөндеп алады деп ойлаймын. Жақсы жақтар да бар. Мысалы, Харриет Уот университеті ашылды. Біз өткен подкастта да сізге бұны айтқам. Қазір Ақтөбенің, мысалы, мен жаз бойы көрдім, Өскеменнің ниш бітірген балалары Ақтөбеге келіп, осы жерде оқып жатыр деген сөз. Яғни бұл дегенмен бір шетінен біздің облысымызға жаңадан ақша келеді деген сөз. Жаңа инвестиция деп айтуымыз қажет. Бұның бәрін дұрыстап қолға алатын болса, ертең алыс жақын шет мемлекеттерде осы мамандыққа, осы университетке, Британияға барып оқығаннан гөрі Қазақстанға келіп оқыған әлдеқайда былай қарағанда тиімді болатын маршруттар болатын болса, бұл да біздің туризм мәселесінде, экономикалық кіріс мәселесінде де ол үлкен жақсы инвестиция деп ойлаймын. Сондықтан да әрине бәрі қатар. Бірақ қазір мына жастар келіп жатыр билікке, олардың нақты өзінің мақсат міндеттері бар. Қиналып жатса да, әйтеуір күндіз түні тынбай жұмыс жасап жатыр. Сондықтан мен енді өзімде бір үміт бар. Жұлдыз Досбергенқызы, мен сіздің парақшаларыңызды қарап шықтым. Сіз өте белсендісіз, Инстаграм болсын, YouTube каналда видеолар салып отырасыз. Жалпы осы Инстаграмда сізге халық дайректке жазып жата ма мәселелерін? Және мәселелерге өзіңіз жауап бересіз бе? Менеджер арнайы ондай жоқ шығар, өзіңіз? Мен негізі бұған қатысты өзім бір видео арнағам. Мен басында жауап бергім келген, бірақ маған күніге 3000-нан астам хат келеді. Қазіргі белсенділігіме байланысты басында ол 30 хат болды, потом 300 хат болды, қазір 3000-ға астам хат келеді. Оған енді менің физикалық мүмкіндігім жоқ. Сондықтан да мен бәріне айтам, өтінішті ашасыздар, мәжіліс парламенті деп Сүлейменованы тауып аласыздар, өтінішке жазасыздар. Өтініш дегеніміз бірден келген бетте оны мемлекеттік органдарға жөнелтуге байланысты өзінің мәртебесі бар. Және өтінішті қараудың мерзімімен ол хаттың кәдімгі өзінің жаңағы жауапкершілігі бар. Сондықтан да қазіргі қарап отырған көрермендерге айтатыным, маған көп адам жазады, мен оны қазір оқуға мүлдем жоқ, мен оны оқуға да физикалық қарауға да мүмкіндігім жоқ. Сіз енді ойлаңыз, 3000 хат былай қарағанда 24 сағат тәулігіне. Сондықтан кімде шын жаңағыдай күйіп баратқан жұмыс болса, мысалы, жылдап шешілмей жатқан әлеуметтік салаға байланысты, денсаулық сақтау саласына, білім саласына байланысты, әйелдердің құқығына байланысты, отбасылық зорлық зомбылық көрген, харассмент көрген, сондай менің негізгі тақырыптарым бойынша мәселелер болса, өтінішке хат жаза алады. Өтініш дегеніміз ол кәдімгідей бағдарлама. Өздері парламентке хат жазған кезде, мемлекеттік органдарға хат жазған кездегі өтініш деп шығатын бағдарлама. Сондықтан да ол Google-ға енді бәрі жаза алады ғой. Google-дан тауып алып сөйтіп жіберсе, олардың біріншіден мен оны мемлекеттік органға жөнелтемін. Көп жағдайда біз бас прокуратураға жолдап жатамыз, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіне жолдап жатамыз, үлкен сұрақтар болатын болса. Немесе жаңағыдай мемлекеттік органдарға да жөнелтіп жатамыз. Егер бүгін ертең шешілетін болса, онда денсаулық сақтау министріне тікелей хабарласып, мына хатты мен жіберіп жатырмын, мынау қазір жіберем, бақылауыңызға алып шешіңіз дейтін болса, ол да мәселелер бар. Сондықтан да ең тиімді әдісі бұл өтініш. Бірақ әлеуметтік желі сіздің ойыңызша халық пен биліктің арасында бір көпір бола алады, сенімділік танытып. Әлеуметтік желі бұл онлайн демократияның орнығуының жаңа механизмі, жаңа құралы. Әлеуметтік желі арқылы адамдар билікке деген сенімі артатын механизм деп білемін. Сонымен қатар биліктің не жасап жатқанына көз жеткізе алатындай нақты сондай құрал. Әлеуметтік желіні біз дамытуымыз қажет. Мен енді өзімде әлеуметтік желінің белсенді былай несі болған жоқ. Мысалы, біздің депутаттардың арасында өте белсенді жаңа инфлюенсер депутаттар да бар, былай қарағанда, олар о бастан. Мен ең басында, мен 2014 жылыма или 2010 жылыма аштым. 2000 адам, сол менде бір 10 шақты жыл, тек қана 2000 адам болды. Мен әйел құқығы туралы заңды қорғап бастаған кезде маған 9000 жазылды адам. Соның 2000-і белгілі бір уақыттан кейін кетіп қалды да, 7000 қалды. 7000-мен біз 6 ай жүрдік. Бірақ кейін
бір менде андай не бала бастады да, мен бүгін мына сенатқа барып мына бапты қордағадым. Сенат маған мынандай сұрақ қойып жатыр. Мына бапқа байланысты сіздің ойыңыз қандай? Сосын бізде былтырғы жылы өте белсенді 100-ден астам заң қабылданды. Сол заңдардың ішінде менің өзімнің де нормаларым болды, сүйінші сұрайтын нормаларым болды. Мен соны айта бастадым. Содан кейін маған бір дегенде 20 мыңға дейін маған келді. 20 мыңнан 40 мыңға дейін жетуге кәдімгідей уақыт керек болды, контент керек болды. Бүгінгі таңда менде Инстаграмда 45 мың, Ютубта 79 мың, сосын ТикТокта да 80 мыңға жуық жазу оқырмандарым бар. Ол менде үлкен команда жоқ, ол жеке өзімнің. Сосын менің жолдасым ол саяси технолог, ол кісі көмектеседі, ол маған енді үнемі консультация береді, ақыл кеңесін беріп отырады. Біз ол енді сол саланың нақты білгір маманы болғандықтан сөйтіп бұл ортақ. Және ол жерде мен жарнама жасайын деп жатқан жоқпын. Әлеуметтік желі арқылы мен қаражат табайын деп жатқан жоқпын. Әлеуметтік желі бүгінгі депутат ретіндегі менің жұмысымның бір көрсететін құралы болып тұр. Ол құралды неге пайдаланбасқа? Сондықтан мен әлеуметтік желінің күшіне сенемін. Менің ойымша 9-10 шақырылымдағы депутаттардың басым көпшілігі олардағы әлеуметтік желідегі белсенділігі ол негізгі көрсеткіштерінің бірі болатындығын мен сеніммен айта аламын. Идеологияға қатысты сұрақтар бар, ішкі саясат, басқармалар болсын, бөлімдер болсын, қыруар ақша бөледі, 100 миллиондаған ақша, миллиардтап бөліп жатыр. Кезінде рухани жаңғыру деді, халықтың санасына ықпал етеміз деді. Енді менің субъективті пікірім, балалар бірін-бірі сабап жатыр. Ақтөбе болсында қыздар, орамал таққан қыздар бірін-бірі сарайдың ішіне апарып ұрып жатыр. Кеше бірін-бірі сабап өлтірді оқушылар. Нәтижесі қайда сол миллиардтардың, жаңағы идеологияның, ішкі саясаттың? Сіздіңше неге жетпейді? Неге осындай жағдайға түсіп кеттік? Біз ұлттық құрылтайды құрдық қой. Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Біз экономикалық мәселенің шешімі бар. Егер зерттеу жасайтын болсақ, сауалнама жасайтын болсақ, белгілі бір мықты экономистерді жалдап жаңағыдай зерттеу жасайтын болсақ, экономикалық мәселені шешуге болады деп ойлаймын. Инженерлік техникалық мәселенің де шешімі бар. Әлеуметтік саланың да шешімі бар. Бірақ шешімі жоқ бір күрделі сала бұл әрине идеологиялық сала. Және егер ол сала 30 жылдан астам құлдырауда болатын болса, үнемі көзбояушылыққа немесе жаңағыдай науқаншылдыққа бой алдырған сала болатын болса, онда әрине ол проблемасы көп болады. Ұлттық құрылтай құрылды. Ұлттық құрылтайдың 117-ден астам мүшесі бар. Ол мүшесіне барлық азаматтық қоғам өкілдері, белсенді зиялы қауым өкілдері, елде сый құрметі бар азаматтар басын қосты. Бұндағы негізгі мақсат әлеуметтік немесе экономикалық мәселе емес. Осы 30 жылда қордаланып тіпті шешімін табу қиын деген сұрақтардың шешімін іздеу. Бізде енді бұрынғы тарихымыздан 300-дің басын қосып құрылтай құрған ғой. Ол кезде енді жаугершілік заман, территорияны қалай сақтаймыз, халқымыздың жаңағыдай қалай аман қалдырамыз деген сұрақтар. Қазірде де сондай жаугершілік болмасын, бірақ идеологиялық тұрғыдан былай қарағанда көзге көрінбейтін майданда ұлтымызды қалай сақтаймыз деген сұрақ тұр. Тарам-тарам жойылып кетпестін, Жүсіпбекше айтқанда сол жойылып кетпестін қамын ойлау үшін не істеуіміз қажет деген кезде бізде ұлттық құрылтай құрылды. Ұлттық құрылтайда мен 2023 жыл мемлекет басшысының алдында да өзім баяндама жасағам тәрбиеге байланысты. Біз біраз уақыт тәрбиені мектептен іздеп келдік. Бірақ тәрбие бұл тал бесіктен, яғни тәрбиенің негізгі өзегі бұл отбасында. Отбасын өзінің бір тәрбие функцияларын ата-анамыз шын айту керек кейде естен шығарып алады. Қазіргі таңдағы мына балалардың смартфонмен, әлеуметтік желімен, мессенджермен жападан жалғыз қалуының бір себебі отбасындағы ата-ана баласымен не сөйлейді, қай тақырыпта сөйлеседі, баланың жанайқайын қалай түсінеді, оған қалай жауап береді деген кезде біздің ата-анамыз дәрменсіз болып қалды. Өйткені кезінде тәуелсіздіктің алғашқы өтпелі кезеңіндегі өзі телевизорге телмірген ұрпақ қазір ата-ана. Өзі ата-анасының жаңағыдай мейірімін, мәпелеген тәрбиелісін көрмеген ұрпақ қазір өзі ата-ана болып отырғандықтан да бәлкім бұл сол ұрпақтың
тәрбиеден кеткен кемшін тұстары шығар. Оны да біз ашық айтуымыз қажет деп ойлаймын. Иә, бәлкім маған қазір ата-аналар қолдамайтын шығар, қарсылық болатын шығар, бірақ біз егер өзіміздің шын іріндеп тұрған жарамызды өзіміз ашып, жазып, соған жаңағыдай дәрімен тамбасақ, онда біз қалай қоғам боламыз? Сондықтан мен өзім ойлаймын, идеологиялық жаңағыдай рухани жаңғыру, қандай да бір пафосқа толы мемлекеттік бағдарламалардың жұмыс жасамауы, ол отбасылық тәрбие өзегімен байланыспауынан. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе, біз ұлттық құрылтайда мемлекет басшысының тапсырмасымен біртұтас тәрбие деген бағдарлама қабылдадық. Білесіздер, мемлекеттік кеңесші соған арнайы оқу ағарту министрлігін шақырып, бүкіл ведомствоаралық комиссияны шақырып, сол бағдарламаны қарастырды. Жалпы мемлекет басшысы бізге қазір 12 құндылықты айқындап берді. Еңбек, кәсіби біліктілік, отансүйгіштік, заң мен тәртіп, жауапкершілік. Неге? Идеология дегеніміз ол құндылық. Егер бізді осы территорияны сақтап қалуымызға, кезінде бізге бір базалық принцип болған, мінез құлқымызға негіз болған, бұл ар, ұят, намыс деген ол қасиеттерімізге сол құндылықтар негіз болса, бүгінгі таңда 21 ғасырда біз технологиялық дамыған мемлекет болуымыз керек. Бізде адал адам, адал еңбек және адал еңбекпен тапқан адал табыс деген сондай бір шетінен категориялар философиялық, бірақ бір шетінен біздің өміріміздің айнымас принциптеріне осындай құндылықтар қажет болды. Сондықтан біз ол жұмысты енді бастап жатырмыз. Иә, бірнеше ұрпақ өсіп кетті, бірнеше ұрпақтың өзінің құндылығы бар, бірнеше ұрпақ осы Қазақстаннан өте жақсы білім алып, Қазақстанның бүкіл бар мүмкіндігін пайдаланып қазір басқа елдерде. Кейде мен өзім ойлаймын, біз дарынды балаларымызды жақсы оқытып жатырмыз, бірақ оларға тәрбие беруден біз бәрібір де кемшін кетіп жатырмыз. Ауылға барасың, ауылда көздер жәудіреген, елім, жерім деп тұрған қаншама ұрпақты көресің, бірақ олар білімді жақсы ала алмады. Олар бір әдеби повесть туралы сұрайтын болсан, екі сөздің басын қосып сөйлей алмай қиналып тұрған кезде жүрегің ауырады. Қазіргі ауыл мектептеріндегі, енді өзіміздің тума-туыстарымыздың балаларымен сөйлескен кезде кейде соған көріп өзін жаның ашиды. Ал үлдемен бүлдеге орап, жеген алдында, жемеген артында дарынды балалардың мектебіне оқытқан балаларымыз мектепті бітіре сала шетелге кетіп, шетелден Қазақстанға миығынан қарап тұрған, ол да сенің жанына батады. Енді сондықтан да бұл үлкен проблема, үлкен проблема. Жүйелі мәселелер басталды, мысалы лудоманияға қарсы заң болсын, вандализмге қарсы заң болсын, күшейтілген нормалар. Бұл алғашқы қадамдар. Бұл мәселелер қатаңдатыла береді деп ойлаймын. Бірақ мына біртұтас тәрбие бағдарламасында қазір біз отбасылық тәрбиеге көп көңіл бөлініп отыр. Жалпы тәрбие бұл үлкен күрделі процесс. Бұл сабақ барысындағы тәрбие деген бар. Сабақтан тыс уақыттағы тәрбие деген бар. Мектептің ішіндегі тәрбие бар. Яғни мектепке кірген бетте ол тәрбиелеу керек бір шетінен. Екінші, мектептен тыс уақытта қоғам тәрбиелейтін нәрсе бар. Ақпарат құралдарымен тәрбиеленетін нәрсе бар. Және бұның барлығының ішінде ойып тұрып орын алатын бұл отбасылық тәрбие. Біз әрбір отбасында не болып жатқандығын білмейміз. Бірақ күнделікті біздің таблоидтардан оқитын отбасындағы болып жатқан жан түршігерлік қылмыстар біздегі отбасылық тәрбиенің дұрыс емес екендігін көрсетеді. Сондықтан біз енді қазір біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылдап 1 жылдық мониторингтен кейін отбасы тәрбиесі не болады деген сөзге қайтып келуіміз қажет деп білем. Мектепке кезінде ИДН деген болды ғой, инспектор. Кәмелетке толмаған балалар. Соны мүмкін қайтып келу керек шығар. Өйткені мектептегі қылмыстың өршіп бара жатқандығы бұл да бір қоңырауда, бұл да бір мәселені көрсетеді. Одан кейін бізде әлеуметтік педагог бар, бірақ біз әлеуметтік қызметкер, яғни социальный работникті енгізуіміз керек мектептерге. Осындай оның бір психологиялық қызметтің өзін қазір біз 500 балаға деп отырмыз, ол да аздық етеді. Бізде білікті психологтар, психологиялық қызмет бүкіл жұмыс жасайтын жерде қолжетімді болу керек, және психологтарымыз лицензияланған, кәдімгі 4 жыл біліктілігі бар, сертификат алған, лицензиясы бар психологтар болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен
Бұған қатысты енді нақты кітапты оқуға баулу қажет, онлайн гаджеттарды шектеуіміз қажет, өйткені баланың эмоционал денсаулығы бар. Мына дүниенің бұндағы моральдық контенттің моральды тұсына ешкім жауапкершілік алып отқан жоқ. Мемлекеттік органдарды белгілеу керек шығар. Мессенджерлардың енді шын көріп отырмыз ғой. Мысалы, Америка құрама штаттарында, көптеген штаттарында қазір 14 жасқа толмаған бала ол аккаунт аша алмайды әлеуметтік желіде. Оған арнайы зерттеулері бар, арнайы заңдары бар. Мен мысалы былтыр біз сабақ барысында смартфон қолданбасын деген норма үшін 3 ай жүріп жан жақты дәлелдедік. Меншік құқығы басқа. Ал шын мәніне келгенде бұл былай қарағанда баланың эмоционал денсаулығы. Бала күйзелісте. Өйткені бала смартфондағы, тиктоктағы тез қарайтын нәрсеге көз үйреніп, дені, зейіні бұзылғандығын біз что-то ұмытып кетеміз. Мәселе сонда деп ойлаймын. Құсбергенқызы, идеологиядан кейін бірден азаматтық қоғамға көшейік. Азаматтық қоғамда идеология сияқты. Қыруар ақша бөлініп жатыр. Жақсы, мен бәрін ақшамен өлшеп кеттім бүгін, бірақ менікі де дұрыс емес шығар. Енді ар жағында азаматтық қоғам деген дүние жатыр. Азаматтық қоғам қазір бізде биліктің бір қолшоқпарына айналып кетті. Зал толтыру, білмеймін, бір шараны ұйымдастыру, оргмоменттерге азаматтық қоғам жұмылдырып кетті. Олар бір бөлім сияқты, әкімдіктің бір бөлімі, басқарма сияқты жүгіріп кетті да. Меніңше азаматтық қоғам мен билік бір деңгейде болу керек. Сосын азаматтық қоғам бір жақсы ойлар ету керек, зерттеу бар, ұсыныс бар, басқа бар. Өкінішке қарай азаматтық қоғам бізде азаматтық қоғам функциясын атқарып отқан жоқ. Мен жеке субъективті пікірім, және Ақтөбедегі жағдайға қатысты көрген бойынша осындай ой түйіп отырмын. Сіздіңше Ақтөбе демей-ақ қояйын, жалпы азаматтық қоғам бізде қандай болу керек, қалай жүру керек, жалпы көңіліңіз тола ма оларға, білмеймін, сіздің ойыңыз басқа шығар. Енді мен жалпы азаматтық қоғамға құрметпен қараймын. Карл Поппердің ашық қоғам, сол туралы үлкен зерттеуі бар, оны бәріміз оқыдық. Азаматтық қоғам туралы кезінде Амангелді Айталы-атамыз көп жазды. Оның мемуарларында да айтады, азаматтық қоғам мықты болса. Түсіндім, ажыратып жіберейін қазір, нақтылап. Азаматтық қоғам болғанда мына биліктің айналасындағы үкіметтік емес, биліктік, үкіметтік емес ұйымдар, немесе оны гонга деп айтады. Үкіметтің айналасына шоғырланған азаматтық қоғам шоғыры, сол туралы нақтыласаң. Жалпы бүгінгі таңда менің жеке субъективті пікірім, азамат ретіндегі үкіметтік емес ұйымдар олардың заңын қайта қарау керек шығар. Бізде азаматтық альянс бар. Біз олардың жылына бір рет форумын білеміз. Әртүрлі мәселелер көтереді, оны да білеміз. Ұлттық құрылтайда олармен кездесіп жатамыз. Бірақ мысалы су тасқыны болған кезде азаматтық қоғам өкілдерін мен естігім келеді. Бұдан бөлек те көптеген проблемаларда азаматтық қоғам өкілінің кәдімгі конструктивті ұсынысын естігім келеді. Мен қазір волонтерларды жақсы көріп жатырмын. Волонтерлық жұмыс жолға қойылып келеді. Ол біздің табиғатымыздан бар. Бұрыннан көмектесу, үме көтереді. Ол бұрыннан табиғатымыздан бар. Ал жалпы мысалы әйел құқығы туралы заңды қорғаған кезде мен осы әйел құқығы туралы үкіметтік емес ұйымдардың ішінде құқықтанушылардың жұмысын көрдім. Бірақ ол жерде үкіметтік емес ұйымдардың ішінде ассоциациялар, қаншама ассоциациялар бар, мемлекеттен қаржы алып жүрген, грант алып жүрген, былай қарағанда. Бірақ бір зерттеу сұрасақ, Эберт қорының зерттеулерін ғана мен көрдім. Менің білуімде де барлығын шетел зерттеп беріп отыр. Сол зерттеулерді ғана көрдім. Бір шетінен сол идеологиялық тұрғыдан әрине бұл менің ойымша бұл мәселені біз қайта қарауымыз қажет. Бізден критериян, сонда мен бұның барлығын жаңағы құқықтық арнада қарастырғым келеді. Біз алдында сенаторлармен де осы ақылдасқан кезде осы үкіметтік емес ұйымдардың заңын бір қарасақ деген өзімізде ой болған. Қолым жетпей жатыр. Заңның арнасында біз критерийін қоюымыз қажет деп ойлаймыз. Сен мемлекеттен грант алдың ба, онда сен зерттеу жаса. Ол зерттеу тіпті андай бір қиын, сонда зерттеу болмай-ақ қойсын, бірақ кішкентай ғана локалды ұйым үшін ол пайдалы болсын. Мысалы, әйелдердің саясатқа бару бойынша, мысалы Ақтөбе облысындағы әкімдікке әйелдердің түсіп сайлану туралы. Мен ондай зерттеу көрмедім. Үкіметтік емес ұйымдар осындай зерттеулер жасасын.
келесі ретте сайлауға түскісі келетін әйелдер үшін ол белгілі бір рекомендация дейді ғой, ұсыныс ретінде пайдалы дүние болсын, егер сен мемлекеттен қаражат алсаң. Мен солай көремін, бірақ мен енді мынау қаражат алды деп фактым жоқ. Бұл мәселе енді менің нақты бір мәселем емес, зерттеп жүрген мәселем болмағандықтан ештеңе айта алмаймын. Бірақ мысалы біз отбасылық зорлық зомбылық туралы заңды қарастырған кезде осы отбасылық зорлық зомбылық біздің экономикаға қанша шығын алып келеді деген менде бір сұрақ туындады. Әлемде бұл зерттелген. Әлемде әрбір үшінші әйел жыныстық немесе физикалық зорлық зомбылық көрген дейді, және ол әрбір мемлекетіне тиын тұрғысынан қанша шығын болатындығын адами капитал тұрғысынан зерттеген. Мен осы мәселені біраз ақтардым, тек қана Эберт қорының зерттеуі бар екен. Және сол зерттеулердің енді ұсыныстарын қарайтын болсақ, мысалы бізде қазір мына балалар зорлық зомбылық көрген отбасы бар ғой, біз енді әйелді ғана қарап жатырмыз, оның қасында бала бар ғой сол зорлық зомбылық көрген. Сол балаға реабилитациялық бағдарламалар қабылдау, сол баланы қоғамға қосу, оның психологиялық жағдайын қайта келтіру деген кезде жақсы ұсыныстар бар. Сондықтан да сол тұрғыдан келсек, бәлкім біз құқықтық арнада қайтадан қарастыруымыз қажет. Қажет, бір подкастта айтып қалып едіңіз ғой, әйел адамдарды көбінесе облыс әкімі ретінде көп адам көре алмайды. Сондай бір стереотиптер бар деп қалыптасып жатқан. Әйел адамдардың билікке келуінде қазір қолдап жүрсіз, осы тұрғыда қандай жұмыстар атқарылып отыр? Білуге бола ма сол туралы? Енді жалпы бізде байтал шауып бәйге алмас деген сондай стереотип бар. Жалпы әйелдердің саясатқа келуін бізде бір сондай бір тежеуш, оны стеклянный потолок дейді, бірақ біз үшін ол цементный потолок сияқты, мен өзім солай ойлаймын. Облыс әкімдері тарихта бір-ақ рет қана болды, ол да сондай бір үлгі жаңағыдай бір артында із қалдырды деп айта алмаймыз. Немесе қазір аудан әкімдері қанша дейтін болсақ, ол да саусақпен санарлық. Қазіргі үкімет мүшелері бір қолдың саусағымен санап береміз, былай қарағанда. Бірақ әйелдердің саясатқа келуі ол не береді? Бұл әлеуметтік проблемалардың шешімінде отбасында мысалы аналарымыз қалай проблеманы шешуге көзқарасы бар, әйел ретіндегі, баланы дүниеге алып келген адам ретіндегі, үкіметте де сондай болады. Мысалы бізде гендерлік бюджеттеу деген тақырып бар. Біз қазір бюджет кодексіне осы ұғымды енгізе алмай жатырмыз. Бірақ бұл гендерлік бюджеттеу дегеніміз жаңағы қаражатты әйелге еркекке бөлу деген емес. Бұл бөлінген республикалық қаражатты тиімді жұмсау. Мысалы Швейцарияда денсаулық саласына көп қаражат бөлінеді, бірақ қар күреуге қаражат мүлдем бөлінбеген екен. Сосын олар зерттейді. Қар күрелмеген кезде кім құлайды? Әйел құлайды. Кім аяғын сындырады? Әйел сындырады. Және аяғын сындырған, құлаған әйелді емдеу үшін мемлекет денсаулық саласына 2-3 есе, кейде 5 есе көп қаражат жұмсайды екен. Сөйтіп Швейцария үкіметі ойланып, онда біз қар күреуге ақша жұмсауымыз қажет деп, олар соны енгізеді. Сөйтіп қар күрегеннен бастап әйелдер құламайды, сәйкесінше денсаулық сақтауға кеткен қаражат енді басқа салаға кететін болады. Біз осы гендерлік бюджеттеуді енгізу үшін қазір бізде бір қарсылық бар, және бір стереотипті сондай ой бар. Бүгінгі таңда бізде Айтенова Шолпан деген зерттеуші қыз бар, зерттеу институтының басшылығы. Олардың зерттеуіне қарайтын болсақ, бізде орта және шағын бизнес 12 миллионға дейін тендерге қатысатын шағын және орта бизнестің өкілдері, басшылары әйелдер. Бірақ әйелдер небәрі 12 миллионға тендерға қатысып, ауылдан келген әйелдерге, қыз келіншектерге жұмыс орнын тауып беріп, сондай тұрақты жұмыс орнын беруде олар көп өздерінің жауапкершілігі алуда. Ал 40 миллиардтап тендерге қатысатын бұл ливневка, бұл жол, бұл инфрақұрылым, әлеуметтік объектілердің құрылысы, тағы да басқа үлкен тендерге қатысатын ер азаматтар. Және ол жерде бірде-бір әйел жоқ. Бірақ егер шынтуайтына келген кезде ол зерттеулердің ары қарай ашып көрсетеді, сонда ливневка тендерге қатысты қаражатты алды, бітірмей тастады. Жол саламыз деп жаңағыдай жауапкершілік алды, тендерге қатысты қаражатын алды, бітірмеді. Немесе мектептің құрылысы үшін 70% білесіздер аванс төленеді. Мүмкін 30% аванс төленеді, кейде ол 70 миллионға дейін қаражатты қамтамасыз етіп жатады. Бірақ мектеп бітпей тұрады. Белгілі бір нәрсесін бастаған,
ол бітпей тұрған әлеуметтік инфрақұрылым объектісі ол халықтың шын айтқанда жаңағыдай несін тудырады, ашуын тудырады. Бірақ бұның артында ер азаматтар. Мен енді біреуді бөлгім кеп тұрған жоқ, ер азаматтардың намысына тиейін деп тұрған жоқпын, бірақ мен осы жасалған зерттеудің тілімен сөйлеп тұрмын. Бізге бүгінгі таңда гендерлік бюджеттеу ұғымын бюджет кодексына кіргізуіміз қажет. Бұл ерлер мен әйелдерді теңдей бөлу, қаражат соларға қарауда емес. Бұл жалпы мемлекетіміздегі мынау ысырап, рәсуа болып атқан қаражатты бәлкім бір ой елегінен өткізіп, тиімді салаға жұмсау керек шығар, сол тұрғыдан. Сондықтан мен жалпы әрине әйелдердің саясатқа көптеп келуін қалаймын. Кезінде мен алдында да бір-екі жерде қатты айттым, біраз әйелдер ашуланып маған ренжіп жүрді. Бізді тәрбиелеген, бізді жетелеген адам болған жоқ. Біз енді өзіміздің әйтеуір белсенділігімізбен келіп, ілесіп, сөйтіп жұмыс жасап кеттік. Бірақ бізден кейінгі бір ұрпақ болатын болса, мен қазір жол салғым келеді. Өткен аптада мен 40 шақты әйелді Аманат партиясына Томирис деген жоба бар. Кәдімгідей іріктеуден өтеді. Сол іріктеуден өткен әйелдерді саяси белсенділік мектебінен өткізіп оқытамыз. Соның бірінші, екінші легіне қатысқан, екінші потогына қатысқан әйелдерді мен парламентке шақырып, парламенттегі депутат әйелдеріміз бар, парламентте шешім қабылдауға қатысып жүрген бюроның мүшелері бар, барлық әйелдермен кездестіріп, сонымен қатар біздің фракцияның жетекшісі бар, әлеуметтік мәдени даму комитетінің жаңағыдай комитеттің төрағасы бар, бәрімен кездестіріп, бірінші кезеңіндегі саяси жұмысқа кіріспе ретінде біз көрсеттік, есігін ашып. Бұл жұмысты біз ары қарай жалғастыра береміз. Мен енді өзім жастар парламентін жастарды шақырып, шын олар бір парламентте бір заседание өткізсе екен деп спикерге ұсыныс дайындап жатырмыз. Біздің комитеттің төрағасы Асхат Аймағамбетовпен бірлесіп. Бұл да парламентаризмнің ашықтық институтының бір құралы ретінде болады. Жалпы адам сену керек. Парламент ол алыстағы, қол жетпейтін, сондай емес. Парламент сенің өміріңнің жақсартуына шешім қабылдап жатқан жоғары заң шығарушы орган. Сен оған экскурсияға келе аласың, сен оның жұмысына қатыса аласың, сенің сайлаған депутаттарың бар, оған өзің ұсыныс бере аласың, онымен етене жұмыс жасай аласың, қоғамдық негізде деген сондай бір месседжбен осындай ойларды ашық жасап жатырмыз. Әйелдердің саясатқа келуі ол бүгінгі таңдағы гендерлік теңдікті жүзеге асырудағы мемлекет басшысының бізге айқындап берген негізгі саясатының бірі. Сондықтан белсенді әйел болса, біліміне сенімді болса, біліктілігіне сенімді болса, келсін, қатыссын. Кеше Роза Әшірбаеваның оқырмандарының арасында эссе жазып, парламентке барған оқушылар. Оқырман бар, оқырмандар, оқушылар емес олар. Олар оқушылар емес, олар 3 оқырман. Біз қазір Teach for Kazakhstan деген жоба бар. Ол жоба ауылдағы әлеуметтік жағдай аз қамсыздандырылған, өте алшақтық, өте жоғары жаңағыдай әлеуметтік жағдай төмен отбасыларда балалар оқитын мектептерге барып, сода сенім ұялату, жақсы білім, сапалы білім беру, қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты азайтуға арналған жоба. Сол жобаның маған қазір басшылары хабарласып жатыр. Біз сондай ауылдағы балаларды шақырып, парламентте біз дебат өткізгіміз кеп жатыр. Неге? Жалпы кедейшілік, әлеуметтік аз қамсыздандырудың 3 факторы бар. Біріншісі ол экономикалық фактор. Айлықтың жоғары болуы, төмен болуы. Екінші, отбасының толық болуы, толық болмауы, көп балалы болуы. Ал үшінші мәселе ол мына жерде тұрған сенім мәселесі. Сол үшінші бір шетінен өте қиын, күрделі сенім. Бірінші өзіне сену керек адам. Өзіне сенген кезде оның діңгегі қалыптасады. Ол осы қоғамға нық келіп, өзінің сұрағын сұрай алатындай, сеніммен жүре алатындай сондай бір философиялық өзінің бір жолы болады. Сол өзіне деген сенім, кейін мемлекетке деген сенім, қасындағы қоғамдастыққа деген сенімді ұялату үшін біз осы жобаны жасағымыз кеп жатыр. Біз 15 қазанға деп жоспарлап отырмыз. Сол балалар келсе, бірақ бұған дейін біз экскурсияға көрсетіп жүрдік қой. Ендігі кезең олар кәдімгі депутаттар отыратын жерге отырып, өздері бір белгілі тақырыпты алып, соны зерттеп келіп, соған қатысты бір пленарлық отырыс өткізіп көрсек қалай болады? Сол өзіміздің ойымыз, арманымыз болып жатыр. Адамдардың құқықтық сауатын ашып, бір жағынан нигилизммен күрес. Жаңа
Шолпан Айтенаны айтып қалдыңыз ғой. Қуанып отырмын сіздің аузыңыздан сол Шолпан сияқты мықты сарапшының зерттеуінің қорытындысы бір назарыңызға ілініп, оны бір айтып жүргеніңіз. Зерттеу research деп аталады, оның ұйымы. Оның мықты зерттеулері бар, гендерге қатысты, басқаға. Бірақ мен енді Астанада билікте қарап отырамыз ғой, мәлімдемелерін тыңдап отырамыз, оқимыз. Енді мемлекеттік ақпараттық тапсырыс деген ұғым бар, Кеше масс-медиа туралы біз сөйлестік өткен подкастта, оны қозғағым келген жоқ, бірақ айналып келгенде сұрап қалайыншы. Жаңа идеология сияқты, онда да жақсы қолдау бар, бірақ өкінішке қарай, бүгін сіз көтерген АЭС мәселесі, жаңағы биліктің жұмысын көрсету, халықты жаңағы сауаттандыру, саяси болсын, экономикалық жағынан, менің қарным ашатыны мемлекеттік ақпарат құралдары жылына миллиардтап алып отыр. Өкінішке қарай олардан мен ешқандай отдача күтпеймін. АЭС-ті мысалы мен қарап отырдым, неге мемлекеттің саясатын жүргізетін болғаннан кейін неге ол ақпарат құралдарында жарқын бір дәйектер, мана сіз айтқан бір аргументтерді неге көрсетпеді? Басқа Жапонияны болсын, Қытайды, ешқандай мен Ақтөбедегі ақпарат құралдарында көрмедім де. Бұл жерде бір реформа керек па? Кешегі масс-медиа туралы заңда сол мәселе тек енді ақпараттық саясат деген түсінік болды, плюс ақпарат тендер, мемлекеттік тендер, мемлекеттік тапсырыс деген болды. Бұл жерде бір қандай ойдасыз? Енді мен өзім мемлекеттік ақпараттық тапсырысқа біз жыл сайын көп ақша жұмсап жатырмыз. Өте көп. Бірақ идеологиялық ақпараттық салада біз үнемі жеңілістеміз. Мені қынжылтатыны басқа жаққа бөлмеске. Мені қынжылтатыны да, ойландыратыны да осы мәселе. Масс-медиа туралы заңда мен бірнеше медиа саласындағы азаматтық қоғамдастық өкілдерімен бірнеше норма әзірлегем. Оның ішінде мемлекеттік ақпараттық тапсырысты жүзеге асырған кезде Мәдениет және ақпарат министрлігі, осы ведомствоның жауапты жаңағы министрі парламентке жылына бір мәрте келіп есеп беру туралы нормалар болған, Сосын мемлекеттік ақпарат тапсырыстың бағыттары қандай болады, критерий қандай болады, біз оның бәрін жазып бердік. Бірақ біздің консолидированный дейді ғой, шешіміміз министрлік өзі арнайы жаңағыдай ереженің деңгейінде шешетін болып келісті. Бірақ біз бүкіл механизмдерін жазып бердік. Әрине, уақыт өте келе мемлекеттік ақпараттық тапсырыстың ашықтығын қоғам талап ете бастайды. Бүгін мен сізге келіп АЭС туралы, АЭС-тің экономикалық қажеттілігі туралы айтқан кезде сіз өзіңіз айтып отырсыз, біз де бұны іздеп отырдық. Бұған қатысты қаражат алған, ақпарат алған азамат, жаңағыдай масс-медиа өкілдері, ақпараттық тапсырыс алғандар, олар зерттеу керек еді. Тығылып, мәжбүрлеп, жаңағы референдумға дауыс беріңдер деп. Ондайдың қажеті жоқ. Халықтың көзі ашық, түсіндіру керек. Мысалы, Қытайда жұмыс жасап жатқан АЭС, немесе Америка құрама штаттарында 94 АЭС, ол 9 АЭС емес, ол 50 АЭС емес. Яғни бұл қажеттілік деген сөз. Біз тіпті инвестициямызды кейбір инвесторлар бізге келмейді. Өйткені бізде энергия көзіне тапшылық өте жоғары. Кейбір заводқа барып қалсақ, мысалы, Алматыдағы біразы өзінің мощностьнан, қуаттылығынан жарты есеге төмен жұмыс жасап жатыр. Неге? Өйткені энергия тапшылығы жоғары. Біз соны ашық айтып көрсетейікші, болды, халық өзі түсінеді. Халық барады, осыны жасайды. Әрине, бұны дөп басып айту қиын, бірақ мемлекеттік ақпараттық тапсырыс ашық болу керек. Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс мемлекеттің идеологиясына, мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігіне жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Және бақылау болу керек деп ойлаймын. Көп рахмет сізге, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Ақпараттық, жаңағы депутаттық шайқаста тек сәттілік беремін. Жоқ, мен шайқас деп ойламаймын. Жақсы мағынада. Жақсы мағынада. Мен енді кейде сынаймын, кейде министрлер алдымызға келеді, кейде сынайтамыз. Министр өкілдерімен сіз пікірталасыңыз. Пікірталасып жатамыз, пікір айтып жатамыз. Шын айтқанда, кейбір адамға ол ұнайды, кейбір адамға ұнамайды. Бірақ енді біз ұстазбыз ғой. Қоғамда бір ақыл айтатын адам болса, ол ұстаз айту керек деп ойлаймын. Мен қоғамдағы ұстаз ретінде, парламентке келген мұғалім ретінде, ұстаз ретінде мен өзімді пікірімді ашық айтамын. Және кез келген мемлекеттік билікте жүрген азамат, ұстаз сын айтып жатса да, ұстаз ақыл айтып жатса да, нақты аристократ ретінде оны қабылдау керек деп ойлаймын. Мысалы, Ұлыбританияның саясатын қарайтын болсақ, олар өздері, мысалы, Итон колледжін бітірген премьер-министрлері өздерінің ұстаздарын жақсы сыйлайды. Олар кез келгені ұстаздың айтқан сынына төтеп береді және оны қабылдайды, жөнделеді.
бізде сол қоғамдағы ұстаз айтқан мәселеге кез келген адам жаңағыдай тыңдап содан бір ой түйіндеу керек деп ойлаймын. Мен сізге табыс тілеймін, сәттілік тілеймін. Бұл белгілі бір не емес, мен жалпы өзім ашықпын, пікірімде ашықпын. Иә, біз кезінде енді саяси тәжірибе жинаған кезде да оны мойындаймын. Кейде қорқатын кездер болады. Мына тақырыпқа не деп айтып қаламын, тосыннан қойған сұраққа қалай болады деп шын. Кейде енді өзін былай ойланатын тұстар болады ғой, бірақ соған қарамастан біз бірге өсіп келеміз, бірге тәжірибе жинақтап жатырмыз, дамимыз. Қоғамда біз алғашқы мынау мұзжарғыш ретінде, әйел саясаткер ретінде үнімізді халық көбірек естісе деген пікірдеміз. Сондықтан да шақырғаныңызға рахмет. Астанаға келіп жатсаңыз, Астанада да подкаст жасайық. Өткен жолы біз Астанада подкаст жасадық, оның сапасы енді Асқарға ұнаған жоқ. Сондықтан ол маған айтты, Ақтөбенің студиясын келіп көріңіз, Ақтөбенің студиясы мықты, сапалы деді. Сондықтан біз бүгін келдік. Сол амандық болсын. Ең бастысы амандық. Бүкіл проблема шешіледі. Идеологиялық мәселеге де қазір көзқарас қалыптасып келеді. Ақпараттық саладағы тапсырыс саласы да айтыла бастады. Көптеген зерттеушілер олардың ойын ашық көрсетіп жатыр. Сондықтан да менің ойымша рет-ретімен шешіліп келеді. 30 жыл шешілмеген мәселе. Оны бір күнде, 2 жылда шешу мүмкін емес. Бірақ ең бастысы ол ашылғаннан кейін, жараның беті ашылып, ірін алынғаннан кейін, ол дәрі барғаннан кейін ол жазылады. Мен осылай ойлаймын. Сондықтан да еліме, жеріме амандық тілеймін. Бәрі дұрыс болсын. Рахмет. Астанаға барып жатсаңыз жолыңыз болсын.